жалпыхалықтық мереке. Алғыс айту күні ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрмет. Қиын қыстау заманда бір-біріне қол ұшын созып, иық тіреп көмек көрсету дала халқы үшін жазылмаған заң. Бұл күні біз ата-бабаларымызды ризашылықпен еске аламыз. Ардагерлерге, зейнеткерлерге, мұғалімдерімізге, бір-бірлерімізге алғыс айтып, халқымыздың қайырымдылық дәстүрін жалғастырамыз. Әжеге ыстық алақаны үшін, әкеге қорған болған үшін, анаға өмір сыйлаған үшін, далаға гүлдері мен көк шалғындары үшін, жерге махаббатымен бар болған үшін, қазақ еліне алғыс айтамын. Рахмет саған туған ел.